Ассалаумағалейкум, бүгін сіздер менен Ерназар Алакөздің анасы, Хиуа ханы батыр ана деп тарих бетлеріне тарифлеп кеткен Құмар аналық хақында сөйлесеміз. Құмар ананың қашан туылғандығы хақында анық мағлұматлар жоқ. Информаторлардың айтуынша бұл 1780-1785 жылы шамасында туылған деседі. Құмар ана Есенгелді Махрымның жалғыз қызы. Ескі мектепте оқыған, өз замандастарының ішінде біраз сауатлы қыз болған. Оның үстіне Есенгелді Махрымның Құмар ананың әкесі Хиуа ханның ең жақын адамы болған. Қызы оның үйіне өте туған қарақалпақ билерінің әңгімелерін естіп, халықтың сияси жағдайларын түсініп өскен. Есенгелді Махрем менен Айдос би заманлас, Қарақалпақ қалған басқарған ел адамлары еді. Олар қатынастықларын бекемдеу үшін Айдостың інісі, Майбастың екінші ұлы Мыржыққа Құмарды айттырып келеді. Сол дәуірдің ең ірі ақсақалдары құда болып қатынаса бастайды. Айдос пенен Есенгелді бекем туысқалық қатынаста болса да, олардың идеясын мақұлламайтын Мыржық пенен Бегіс бар еді. Құмар менен Мыржық бір-бірін қалеп қосылады. Құмар жүда тәрбиялы, ақылы, сабырлы, тақатлы хаял болады. Құмар ананың жасаған дәуірлері Мұхаммед Рахым хан, Мұхаммед Амин ханлардың алып барған ең үлкен Хиуа хандығын орайласқан бір үкіметке бағындыру саясатын жүргізген дәуірлері еді. Бұл дәуірде Төремұрат Суппы басшылығындағы араллы өзбектер, Жаңадария қарақалпақлары, түркімен, қазақ, Бұхара ханның жәрдемінде Мұхаммед Рахым ханға қарсы күресті. Мұхаммед Рахым ханға барлық қарақалпақларды бағындыру һәм Жаңадария қарақалпақларын қосып алу басты мәселесі болады. 1802 жылы Жаңадария қарақалпақларына Құтлымұрат Анық басшылығында әскер жібереді. Ол халықты бүлдіріп, қырып, жойып, байлығын тартып алып кетеді, бірақ бағындыра алмайды. Себебі 5000 үйлі қарақалпақлар Бұхара тарапына өткен еді. Бұл Мұхаммед Рахым ханның қатты ашуына тиеді. Ол Айдос биді қарақалпақларды ұстап тұру үшін өзіне тіренші етіп пайдаланады. Айдос бидің екі інісі Бегіс пенен Мыржықты Хиуа ханның саясатын қабыл етпейтұғынын түсінеді. Бірақ халық арасында бұл екі жігіттің абыройы күшлі екендігін біліп, Мұхаммед Рахым хан екеуіне ашықтан ашық қарсы келе алмайды. Сол себеп ағасы Айдос би арқылы шешуге харекет етеді. Айдос би Бегіс пенен Мыржықты хан тарапына өткеруге харекет етеді. Бірақ екі інісі Айдостан бас тартып, Төремұрат Соппы тарапына өтіп кетеді. Осылайша туысқалық ортасындағы қатынасы үзіледі. 1809 жылы Хиуа ханы Айдостан қалай болмасын, екі інісін өз тарапына өткеруді айтады. Оған олар келіспесе жоқ етуін талап етеді. Хиуа ханының бұл бұйрығын Мыржықтың хаялы Құмар жақсы түсінген еді. Ол атрапындағы болып атырған уақияларды бақылап, ақыл жүрітіп отырған ақыллы хаялардың бірі еді. Құмар Айдосқа сенбейді. Айдостың өз мақсатында ешкімді, еш нәрсені аямайтындығын жақсы түсінген еді. Құмар тарихы сахнасында 1809 жылы Мыржықты Айдос шақыртқанда шығады. Ақыллы сезгір Құмар Айдос пенен Бегіс ортасында қатынастың жақсы нәрсеге алып келмейтұғылығын сезген. Халық аузында Құмардың өмір жолдасына Мыржыққа соңғы минутларда айтқан ақыл кеңесі әпсана болып қалған. Тарих бетлерінде Айдос Мыржық пенен жарасу үшін оны шақырады. Мыржық бұл ұсынысты қабыл етеді. Мыржық Айдос пенен жарасқысы келеді. Хабаршы оған құрал жарақсыз жүруді ескертеді. Құмар сонда өмір жолдасын жібергісі келмейді. Айдос пенен жарасу мүмкін емеслігін түсінген Құмар құрал жарағында әкел, қаплетте қалдырма дейді. Бұл сөзді естіген Мыржық Құмарға қарап, жауласуға емес, жарасуға баратырмын ғой деп, Құмарды тыңламай үйіне шығып кетпекші болғанда, Құмар оның шалғайынан ұстап жібермейді. Мыржық шалғайын кесіп жібереді де үйінен шығып кетеді. Арадан біраз уақыт өткеннен соң Мыржықтан Құмар өтерленеді. Соң оның ізінен барып қараса, кеңес құратұғын жерде ешкім жоқ екендігін сезеді. Сол жердегі бір бұқтың түбіне тығып адамларды өлтіріп кеткендігін көреді. Құмар қорқа-қорқа Мыржықты ізлей бастайды. Қанға бойылған адамлардың киімін, түрін танып болмас еді. Бір кезде Құмар бағана кесілген шапанның шалғайын қолына екендігін сезеді. Сол бір кесілген тауардан Мыржықты ізлей бастайды. Һәм өлтіріп кетілген адамлардың шапаларын ізлеп, кесілген тауарменен салыстырып шығады да,
сол өлтірілген адамдардың ішінен бір кесілген шапанды көреді һәм мыржық екенлігін сезеді. Міне осы жерде Құмар ұзақты көре білетұғын ақыллы хаял ретінде тарих сахнасына шығады. Құмар мыржықтың 4 жасар баласы Ерназарға қауіп төніп тұрғанлығын сезеді. Түні менен баласын арқалап төркініне, Есенгелді Махрымның үйіне қашып кетеді. 1827 жылы Айдос би басылған халық көтерілісі дәуірінде Ерназар 21 жасар жігіт еді. Бұл көтерілісте Ерназар араласпайды. Арадан 28 жылдан кейін Ерназар Алакөз басылаған халық азатлық көтерілісі шығады. Бұл дәуірде Құмар ана 70 жасқа шамаласқан еді. Құмар ана бұл дәуірдегі қарақалпақлардағы һәм Хиуа хандығындағы жәмиеттік саяси уақиғаларды бақылап жүрген болады. Құмар ана Ерназар Алакөз өлтірілген уақытында тарих сахнасына екінші мәртебе ғайбар, мәрт, ашулы, жолбарыстай арқыраған ана ретінде шығады. Жалғыз жігербетінің өлімінің үстіне отырған уақытында ол хайраларға тән, көз жасын селдетіп емес, ал батырларға тән ғайбар ана ретінде көрінеді. Бұл рет өз баласының азасында отырған жаралы ананың адам хайран қалатындай мәрттігін көреміз. Сәтсіз көтерілістің барлық ауырмашылығы осы 70-ке шыққан ана көтереді. Көтеріліс 1855 жылы басыланып, 1856 жылы сатқын билер себебінен жеңіледі. Хилия һәм сатқын тарапынан Хиуа ханының әскерлеріне көтерілісшілерді бағындыртады. Яғни Ерназар Алакөз сауаш майданында емес, абайсызда өз ағайыны шоңқы тарапынан атылады. Ерназарға оқ тигеніменен 2 күнге шекем Хиуа әскерлері оған жақылай алмайды. Ерназар ыңырсып жатқан жерінде анасы барып, балам, неге ыңырсый бересің? Дұшпанға сырыңды алдырма, өлеріңде де мәрт болып кет. Сен бүткіл халықты көтердің, сенің арманың жоқ балам дейді. Анасының бұл сөздерінен кейін қиналып атырған Ерназарға дәрман беріп, соң қиналмай жан тапсырыпты. Соң әскерлер Хиуа ханының бұйрығыменен Ерназар Алакөздің келлесін алып Хиуаға қайтады. Ерназардың денесін халық қорғанының түстік тарапіне жерлейді. Ерназардың ағасы Іскендер һәм оның үлкен баласы Қожекені болса Хиуаға дарға асады. Екінші хаялынан болған кішкене баласы 8 айлық Мәмбет-Назарды болса қыз киімін кигізіп аман алып қалады. Ерназардың жас хаялын көтерілісті бастыруға белсенді қатынасқан қолдаулы руынан шыққан Мамыт биге береді. Ерназардың анасы Құмар менен үлкен хаялын хан ақ үйлі қылып сақлайды. Оларды көп сынақтардан өткергеннен соң Сейтмұхаммед хан Ерназардың батыр болғалығының себебі анасының батыр екенлігінен деп түсінеді. Арадан 1 жыл өткеннен соң қазақтардың Батық деген биі Хиуада Хиуа ханына кедер салып Ерназардың анасын еліне қайтарады. Бұл мағлұматлар Сабир Камаловтың 19 асырдегі қарақалпақлардың мемлекетшілігін тіклеген қаһарман кітабынан алынған. Әмдет Леуберген Қайыпбергеновтың Қарақалпақ дастанынан 3 кітабы Түсініксіздер атлы кітабынан да алынған. Ерназардың баласы Қожаназарды әскерлер сүйреп әкеліп, иінін көтеріп жүзін ханға қаратып: «Ей жас бала», деді хан. Өзін жуасытуға ұмтылса да, ханның бет-әлпеті өзгермей жігітке қарап: «Жан-жағыңа қара, нәзер сал, өлім орнына әкеліндің, уаз кештім десең уәссәләм, тірі қаласаң», дейді. Қожаназардың қайтаратын жауабы хан һәм басқа дәреттарларының ғана емес, аяқ-қолы кіселі барлық пенделердің қызықтырып қойғанлығы сонша оған мойларын бұрды. Қожаназар тіке жақиды, 2 иіннен басып тұрған жәллатлар жылжытпады. «Менің тағдырымды сендей жауыз ханға гіріптар қылған Құдайдан уаз кешсем де, әкем Ерназар Алакөзден уаз кешпеймін. Лекін сендей әділ, мейірімсіз атадан перзентлер уаз кешсе арзиды», деп жауап қайтарады. Қожаназардың жауабын естіген ханның беті қара түтінге айланып, шәлдіреден секіріп түсіп, Қожаназарды өзі қолыменен ұра жақ болды да өзін тұтты һәм иек қақты. 4 жәллат Қожаназарды көтеріп апарып, дар ағаш қасындағы ұшы іздей темір зиыққа отырғызды. Қожаназардың маңайы жыбырлап тісленгені болмаса сес шығармады. Бәлше көздігі бақылап отырған хан жалланды. Алакөздің анасы қайда? Қос жаллат жүгіруі менен барып, байлаулы жатқан бенделер арасынан Құмар аналықты айырып алып, қолтығынан сүйреуі менен ханның қарсы алдына әкелді. Хан бұл ана туралы көп мәрте естіп, мәртлігіне күшіне еш інанбас еді. Көздерін кішірейтіп, жүда сығаланды. Һәм басқа хаялардан өзгеше көрмей, бас әскер басшыға бір шекеліп сыбырлады:
Ұлы ақылқары көз алдында өлтірілгенде көз жасын көрсетпеген хан сынайды деп ұлы Алакөздің елесін жуып берген. Осы әумесер кемпір ме? Әзір оның көзінен жас емес қан аққанын тамаша қыласыз дейді. Құмар аналық шедірede не делінген еспей бақтадай аппақ шашы самалға желбіреуі менен ханға қалша қарады. Маған не арзың бар еді хан? Егер арыз айтажақ болсаң, қолтығыңдағы 2 балдақ керек емес. Өзің түс жерге дейді. Ханның өткір көздері аларып, басын бір сілкіді де Құмар аналықты 2 жақлап сүйеп тұрған 2 жаллаттың үстіне тас юа құлап кетіргандай 2 жаққа айырыла қашты. Бастан кешірген барлық хәсіретке қоса көп күннен бері нәр тартпаған ананың көздері гіреуленіп, тізелері дірілдеп тұрса да өзін тұтты һәм ханға қарай адым атты. Әскер басшылар, билер, жаллатлар, тамашаға келген халалылар аң-таң, шыбынның ұшқаны білінерлік дәрежеде жым-жыртлық орналасқан еді. Ерназар кенегес деді хан. Алакөздің анасына жауап бер. Анау зиықтағы үлкен ақылығынан басқа ақылқлары қайда? Ұлы ақылқлары көз алдында жалынды ұлы ханымыз. Қыз ақылқлары қайда? Ләшкер ғарежеті үшін сатылды ұлы ханымыз. Алакөздің хаялы қайда? Мамыт биге сыйлық етілді ұлы ханымыз. Отауы қайда? От берілді ұлы ханымыз дейді. Қиуа ханы Құмар анаға қарап, кемпір, бұған не дейсің? Ханның бұл сөзіне Құмар ана ашулы көздеріменен жауап қайтарды. Іріген бас шірік тұқым егеді, ақмақ ханымыз. Не ексеңіз, елі соның зүрәтін жейсіз. Бұл сөздерді естіген ханның иіні дірілдеп, өз-өзіне жұлқынғандай болса да, өзін тұтып, аспазға тәрепке иек көтеріп, аш қасқырдай ащы дауысланды. Кім бұл ананы аш қалдырған? Алтын табаққа салып тағама келіңдер. Көз алдымда тойынсын. Ғайратлы ғайбар ананың алдында ханның иіні босасқанына әмме жеңіл нәпес алып бір үкіленді. Бүткіл Хиуа теңселгендей болды. Хиуа ханы Құмар анаға қарап, кемпір, тағамларың келгенше сенің бас дұшпаныңды алдыңа келтіремен. Балаңды өлтіргеннің жазасын өзің бер, деп қос жаллатқа көзіменен бұйрық берді. Қос жаллат чоңқының мойнына жіп салып, қорланған иттей жетелеп әкеліп, Құмар ананың алдына еңсесін басып қана отырғызды. Әне кемпір, ұлың Алакөзді атқан ұсы болады деді. Көрген көзіне сенбе деді Құмар ана. Құмар ананы көрген шоңқып, жаймалық көздері менен жанымды қалдыр Құмар ана дейді. Көздері ғазепке толған ашулы сөздері менен жаллы мақлуқ еді деп зәһәрлі жыланды өлтірмеу, басқаларға жамалық әкелу. Қане сол зәһәрлі жылан сендей болып алдыма келтірілсе ғой, әуел тілін жұлып соң басын шеншер едім. Сенде ыпласқа түкіруім көп, жоғал алдымнан дейді. Шоңқып шаймалы көздері менен көздері жасауланып, онсыз да күнде өлімен ғой Құмар ана. Бұл хүждан азабы тірілдей сойды мені. Көзім көр болған екен, көр дейді. Құмар ана көзін бір жұмып ашты да шоңқыға қарап, мейлі, күнде өл деп жауап қайтарады. Бұларға сырттай қарап тұрған Хиуа ханы, кемпір естен айырылыпты ғой, бейшара ана, дейді. Хиуа ханы шоңқыға қарап, өз елін сатқан бізді де сатпайды деп кім кепіл бола алады? Көзім көрмесін бұндай адамды дейді. Бұл арада семіз бір аспаз ақ жаулықпенен бастырулы алтын табаққа қос қоллап әкеліп ханға 3 мәрте еледі де қолындағы табақты Құмар анаға тұтып, табақ үстіндегі ақ жаулықты тартады. Алтын табақтан тағам емес, Ерназар Алакөздің елесі шығады. Жиналған халық орын-орында қатқан қазықтай сараяды. Құмар ананың көздері ұясынан атылып кете жазылып, өзін зорға тіктелеп алады. Өз баласының басына қарап тұрып, шырағым, өлгеніңде де қадірлі екенсен ғой. Денеңнен басың алынса да, басың ханның ас ішетұғын табағында. Хан сарайында ханның хаяллары менен базым құрып жата бер балам. Берген ақ сүтіме ризаман дейді. Соң Құмар ана 2 қадам артқа шегініп, тентіреуі менен артындағы дар ағашына сүйенеді. Құмар ана Хиуада 3 жылға шамалас отырады. Батық деген би Хиуа ханынан өтініш етіп сорап, Құмар ананы келіні менен еліне қайтарады. Еліне келген соң көп ұзамай қайтыс болады. Құмар ана өзінің мәрлігі менен тіллерде әпсана болған Қарақалпақ халқының әзиз хаялларының бірі. Құмар ананың жарқын естелігін әулетлары ешқашан ұмытпайды.
алтынға